Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай кәріс тағамы пигоди жасайтын боламыз. Бұны бу пирожкилары деп те атайды. Дәмі өте ерекше, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен дайындау үшін біз қамырын дайындап аламыз. Қамырына біз суымызға қантымызды, тұзымызды, сұйық майымызды және де ашытқымызды қосып араластырып аламыз. Кейін осы суымызға ұнымызды бөліктерге бөле отырып, қолға жабыспайтын бір келкі қамыр пайда болғанша жақсылап тұрып илеп аламыз. Илеп алған қамырымыздың бетін жауып, көтеруге 2 сағатқа қойып қоясыздар. Сол уақыт аралығында ортасына салатын салмасын дайындасақ, қызып тұрған майға туралған пиязымызды салып, жұмсарғанша қуырып аласыздар. Кейін осы қуырып алған пиязымыздың үстіне ұсақтап туралған капустамызды да салып, жақсылап жұмсарғанша орташа отта жайлап отырып қуырып аласыздар. Әбден жұмсақ болуы керек капустамыз. Видеода көрсетілгендей жұмсарғанша қуырып алғаннан кейін біз фаршымызды, яғни тартылған етімізді салып, жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Кейін араластырып алғаннан кейін тұзымызды, бұрышымызды салып, араластырып, астын жауып, баяу отта 10-15 минут бұқтырып аласыздар. Сонымен салмамыз дайын болады. Осы уақыт аралығында біздің нанымыз көтеріледі. Нанымызды 1-2 рет басып алып, бірнеше бөліктерге бөлесіздер. Менде дәл осы қамырдан 20 штук шықты, яғни 20 данадай шықты. Барлығын бір келкі бөліктерге бөліп алдым да, домалақ қылып істеп алдым, яғни видеодағыдай. Әр бөлікті кейін жайып, оқтаумен ортасына салмамызды салып, екі шетін біріктіріп түйіп шығасыздар. Барлық пигодиларымызды түйіп алғаннан кейін мантаваркамызға салып, көтерілуге жарты сағатқа қойып қоясыздар. Кейін көтерілгеннен кейін қайнап тұрған судың үстіне мантаваркамызды қойып, 35-40 минуттай пісіріп аласыздар. Міне осындай өте керемет, өте дәмді пигодиіміз дайын болды. Бұны кәрісше жасалған, яғни морковчамен бірге жесеңіздер болады. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.